Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен жаңа жылдық дастарханға арналған Аяз атаның қалпағы деген өте бір ерекше салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен тауықтың төс еті мен пиязды ұсақтап турап қуырып алатын боламыз. Тауықтың етін мұздатқыштан шығарғаннан кейін қатты ерітпей, осылай қатты күйінде туралса, бір келкі жақсы болып туралады. Бір келкі туралған еттеріміздің барлығын бір ыдысқа салып қойып, енді пиязды бір келкі етіп ұсақтап турайтын боламыз. Қызып тұрған табамызға май құйып, ең алдымен пиязды жақсылап қуырып алатын боламыз. Керекті заттарды описание бөлімінде жазып қоямын. Мен бұл салатты 2 тарелкеге шақтап істеп жатырмын. Егер сіздер қаласаңыздар, осы ингредиенттердің жартысынан 1 тарелка жасап шығаруға болады. Пиязымыз осылай сарғайып қуырылып болғаннан кейін тауықтың төс етін салып, үздіксіз араластырып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Етіміз осылай жақсылап қуырылып ағарғаннан кейін дәміне қарай бұрыш, тұз салып, жақсылап араластырып, тағы да қуыратын боламыз. 5 минут қақпағын жаппай үздіксіз араластырып қуырып болғаннан кейін қақпағын жауып, жақсылап жай отта тағы да 10 минут шамасында қуыратын боламыз. Қуырып болған етімізді осындай тайпақ ыдысқа салып, суытатын боламыз. Етіміз суып дайын болам дегенше сырды үкіштің майда тішесінен өткізіп алатын боламыз. Сырымызды дайындап болғаннан кейін үкіштің үлкен тішесінен жұмыртқаны өткізетін боламыз. Осылайша салатқа қажетті барлық қайнатып дайындап қойған көкөністерді үлкен тішесінен өткізіп дайындап аламыз. Достар, егер сіздерге видеом пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін келесі видеоны жіберіп алмас үшін басып қойыңыз. Барлық көкөністеріміз секілді қызылшаны да үлкен тішеден өткізіп аламыз. Салатымыздың ингредиенттері барлығы дайын. Бізге міндетті түрде майонез және тұз керек болады. Салатым әдемі болу үшін осындай тайпақ домалақ тарелкада жинайтын боламын. Ең астына қайнатылған картопты бір келкі етіп жайып алатын боламын. Аздап тұз сеуіп, майонезбен жағып шығатын боламыз. Картоптың үстіне қуырылған пияз бен тауық етін жайып шығамыз. Бұл слойға біз тұз сеппейміз, себебі жаңа қуырған кезде тұз бен бұрыш араластырған болатынбыз. Енді майонезді бір келкі етіп жағып алатын боламыз. Келесі слойымыз қайнатылған сәбізді де бір келкі етіп жайып шығамыз. Енді қалпақтың формасына келтіру үшін алдыңғы слойымызға қарағанда дөңгелекті толықтырмай азайтып жаятын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп азайтып жайып алдым. Енді аздап тұз сеуіп, үстіне майонез жағып шығамыз. Салатымыздың формасы бір келкі болу үшін енді жан-жағын жинақтап майонезбен аздап жағатын боламыз. Ендігі слойымыз бізде қайнатылған жұмыртқа, дәл алдыңғы слойымыз секілді дөңгелекке жеткізбей азайта отырып жайып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мінекей қалпақтың формасына келіп қалды. Енді аздап тұз сеуіп, майонезді бір келкі етіп жан-жағына жағып шығатын боламыз. Енді осы жұмыртқамыздың үстіне қызылшаны әдемілеп жайып шығамыз. Қызылшаны салатымыздың барлық бөлігіне айналдыра отыра жайып шығатын боламыз. Тек астыңғы бөлігінен 1 сантиметрдей етіп қалдырып жайып шығамыз. Мінекей осындай болады. Енді майонезімізді әдемілеп айналдыра жағып шығатын боламыз. Енді ең соңғы слой бізде гранат, яғни анарды төсеп шығамыз. Анарды міндетті түрде қосып жасап көріңіз, себебі қуырылған тауық еті мен анардың дәмі бір-бірімен үйлескенде өте керемет дәмді болады. Сондықтан анарды міндетті түрде қосып дайындап көріңіз. Осылайша салатымызға анардың барлығын қолымыздың көмегімен жан-жағына жайып шығатын боламыз.
Осымен біздің салатымыз дайын болып қалды. Енді Аяз атамыздың қалпағын дәл келтіру үшін үккіштен өткізілген сырмен айналдыра әсемдеп шығатын боламыз. Қалған сырымыздан қалпағымызға қолымыздың көмегімен біріктіре отыра домалақтап тоқаймақ жасайтын боламыз. Енді дайын болған тоқаймағымызды майонездің көмегімен дәл ортасына жабыстырып қоятын боламыз. Достар, осымен біздің салатымыз оп-оңай дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі өте керемет. Балаларыңызға да ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған Ұлданай. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.